Ассалаумағалейкум қазақ елім. Жисвайым және Мото Қазақстан. Бұл видеоны арнайы YouTube'қа дайындап отырмын. Нөмерлермен қарап алсаңыздар болады. Әр нәрсеге нөмер жаттағанбыз. Бұл нөмер не үшін? Осылай көрсетем бәрін айналдырып. Мен мына нөмірін жаттап аласыз. 13. Біраз кем-кетік заттары бар. Осы 13-ші Yamaha 13-ші нөмір керек десеңіздер, осыларды не қылуға болады? Міне нөмірленгеніне қараңыздар. Асықпай бір 10 минут, 20 минут видео түсірейін. Мына жарыс мотоциклі. Мына Yamaha, сары Yamaha енді. Қайталанбайтын цветтерде нөмір болмайды. Міне біреу 32 дейді. Ең алдымен жақсы жағын көрсетейінші. Хауджи 18 место состояниясы. Бұл жерде біраз сынықтары бар, жаңадан салуға болады. 150 куб. 18-ші нөмір кетті. Мына жерде 17-ші нөмір. Бұны орындыққа чаптап тастапты. 17-ші нөмір. Міне светі әшше көшпеген, өзінің оригинал светімен тұр. Тепкісімен бар. Жүк салғыштары бар. Аккумулятор жағындағы пластигі бар бәрі. Одан уайымдамай қойыңыздар. 16-ші нөмір. Бұның состояниесі өте тамаша. Осы жолғы заводларда ондай бір жаман мотоциклдер жоқ. Алдыңғы защита бар. Артқы міне жүк салғыш бар. Міне арт жағы мындай. Мынау тағы бір Хауджи. Бұл 15-ші нөмір. Светтері өте тамаша. Кожа сиденьяның бәрі. Таза оригиналдар, көп мақтап жататын қажет жоқ. Мынау Шэньян деген мотоцикл. Хауджи емес бұл. 23-ші. Шэньян деген бренд. Бұда артықшылығы жаңа Хаужиға ұқсамайтын баланс жүреккі бар. Бұда 150 куб. Багдегі үлкен болады. Тұрқы Хаужиден сәл үлкенірек болады. Бұдан санаулы бір 4 штук бар болған. Қанша сатылып кетті білмейміз. Хаужи 15. Бұл Хаужи 15 жаңа қайталанды ма? Біреуін 15 деген. Мынау Хаужи 15. 15-тен екеу жазып сапты. Не 15? Жаңа 15-ке ұқсамайды. Мүмкін шатасқан шығар. Мынау Хаужи 14. Мына жер бәрі салынады, ондайға пықи-шықиға мән бермеңіздер. 13 міне. Фары қандай тамаша мұнан. Состояниесі өте жақсы. Мына пластиктің бәрі орнымен салынады, реттеп үлгергеніміз жоқ. Ешқандай реттеліп дайын болған жоқ. Хаужи 11 міне. От қой, от. От мотоциклдер. Бұнда защиталары бәрі түгел. Мына жерде бір әдемі Хаужи тұр. 19. 19 осы. Өзім ұнатып жүрген Хаужиның бірі. 125 куб мынау бірақ, 150 емес. Тепкісі бар. Не деуші еді, мұтық балдым орысшасын. Воздушный фильтр десең өтіріп болып қалады. Не ғой бұл? Мотор суытатын бірдеңе. Орысшасын ұтып қалдым, өздеріңіз айтасыздар. Сосын міне Honda. Мынау енді алдыңғы қалған заводлар 220 мыңға берем бұны. Мына тұрғандардың бәрі 220 мың беріп тұрған. Suzuki міне 6-ші нөмірлі Suzuki состояниясында 220. 01, 02, 04 мынан бәрі 220 мың. Оларда Kickstarter жоқ, бірақ Kickstarter керек емес. Нормаль аккумулятор сақ қойсаңыз өте әдемі. Мына жерде бір кісілер мотоцикл көріп жүр. Че там? Да біреу жүр. Не жерде бір мощный Yamaha бар. Мынау енді 300 мың теңге. Қапталы бәрі бар. Еще тепкімен Yamaha Uber міне. Yamaha'ны сүйетін кісілерге.
мына жерде бір Yamaha жатыр. Ой, мынау деген Uber емес, басқалай модель. Мынау сұмдық мықты болған. Запчасть қылып жіберген ба, көп жерін шешіп тастаған бұны. Мына жерде бір Honda тұр, 300 000 теңге. Мына жерде состояниесі әдемі Yamaha тұр, 300 000 теңге. Типа горный сияқты. Kickstarter бар. Мына жерде тағы бір Yamaha тұр. Енді мына жердегі әдемі заводар. Хаужи 01. Мыналарды реттеп үлгермепті. Шэньчжаңнан тағы жүр, міне 24-ші Шэньчжаң. Не состояниесі айғыр. Мына жерде тағы бір хаужи тұр. 06-ші хаужи. Осы заводдарда хаужи көп. Хаужи деген қандай мотоцикл деп сұрақ қоймаймыз. Аламыз, көреміз состояниясын, качествосын көреміз. Сосын өздеріңіз ғашық боласыздар. Кәдімгі ғашық болып мінетін мотоцикл. Жүрісі мягкий болады. Одан кейін жаңағы новый қытайскілерден әлі бір 10 талын алып жейді. Елдер 10 мотоцикл мінгенде сіз мұнан қайта мініп жүресіз. Шэньчжаң 22. Міне жерде бір Шэньчжаң тұр. Баланс үйреккі. Мен жаңа Шэньчжаң жайлы айттым, бұл Қытайдың өз ішінде әйгілі брендтер. Хаужи енді елдің іші сыртына, Қытайдың іші сыртына әйгілі бренд. Хаужи дегенде өзіңіз сайтқа жазсаңыз болады, Google-ге терсеңіз болады. Өзінің оригинал сайттары шығады. Соңғы модельдер бір где-то 1 миллионның ар жақ бер жағы теңгемен. 3 миллиондық, 4 миллиондық хаужилер де бар. Үйірде бұлар осындай дизайнмен ғана шектеліп қалмақ. Мынау енді арзан нарыққа арналған ғой, халық мінетін бір тұтас. Жаңа Nexia сияқты, Camry сияқты модель ғой, халыққа арналған. Енді мына жақта скутерлеріміз. G-Swime жаңа модельдер, электронный шток. Бағасы 320 000 теңге. Мынау 400 000 теңге. 150 күп G-Swime Kavan. Maxi скутерлеріміз бар. Дизайн енді теке ғой. Бұға дейін ба. Өте тамаша, ақ және қоңыр, қара, сұрғылт цветтері бар. Биылғы жылы енді осы модельдер қаптап кетсе, мына жаққа қарамай қалады ау клиенттеріміз. Мыналарды көрмей қалады ау. Ана жерде де жаңа модельдер бар. Осылай. Мына жерде бір жүк көтеретін неміз бар. Ташка бар, электронный ташка. Өзі алды артқа жүреді. 500 килограммға дейін көтереді. Мына жерде бір трицикліміз бар, міне. Электронный трицикл. Бұл да арзан бағамен болады. Былтыр заводдан қақпаған тауарлар. Міне мына жерде кейбір заттарға реттеп атырық. Мына жерде бір жақсы хаужи сатылымға дайын тұр. Міне мастерлер осы жаққа әкеп, алмастыратын заттар болса алмастырып, жасайтын жерлер болса жасап, үсті бір реттеп қояды. Оны сатылымға жібереміз. Мына жерде бір міне капитан ремонтта тұрған мотоциклдер. Мастерлер бізде мощный енді. Шашады ғой. Шашып тастайды ғой, шашып. Сосын бізде запчастардың бәрі өзінің оригинал запчастарын не қыламыз, әйтеуір осы бұлмен айналысып отқан соң, тікелей жаңағы Yamaha, Honda, Suzuki заводтарының өзінен запчастарды алдыртамыз, тікелей келісімшарттар бар. Әсіресе Хаужи, Yamaha мен Қытайдың ішіндегі солардың өзінің оригинал запчастарын әкеп, кем кетігі болса соның оригинал запчастарын тығамыз. Мына жерде мына сияқты Ташкерден тағы тұр белгі сияқты. Осын жаттап алсаңыздар ол ана Мото Қазақстан деген любой тесікке жазсаңыздар сіздерге мотоциклдің бағасы ценасын айтып жібереді. Сосын 234 кезет деген сайтымыз бар. Ол жайлы білесіздер. Осы YouTube каналдың аты. Мына жерде бір электронный мафет тұр міне. Бұл да арзанға болады. Осы видеоны сағат етіп аламыз. Осы YouTube каналға жазылып аламыз. Постоянно арзан заттар осы жерде болады. Және осы YouTube каналда көрген затыңызды
мына риликті көріп мысалы осыған ғашық болып қалсаңыз скриншот жібересіз дағы WhatsApp-қа жазасыз. WhatsApp 8707 730 0951. Телефон 8776 730 0951. Теле2 707 561 94 20. Мото Қазақстан. Тугис, TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp бәріне Мото Қазақстан деп жаза бересіздер. И сосын 234 KZ деген сайтты әрдайым теріп ашыңыздар. Постоянно жаңалықтардың бәрі сол жерде болады. Ал бұл жақтан көрсетіп жіберген мотоциклдер қалай болып жатыр, не болып жатыр. Міне, пашкасымен мынау ең завоздың ең аз болып қалған кезі мынау. Қыс мезгілі ғой. Мынау көктемдерде деген сұмдық толып алады.